Андай дучатын күнігер тухаян усалдан улуғығар сақоннай састарын сеппеті оларға маңнайғы сүрін документарын тұттардылар. Берт қара әдәрі чаттым сүйті мен Россия гражданинавын тәрәхінен үгі соғы түріппет сәңәрден. Мария Бачкарева білінне өтсі көрің. Усалдан улуғығар бұтырайын сәтті сылынытылдар. Бүкін улус арасына электеріттен соқонна састарын сеппет онаға соға бастықы документларын Россия гражданина болаларын тоғылыр паспордарын тұтан үйерділер долгуйдылар. Бүгін боланы хеттен электен олар келен кыттынылылар. Онна паспорттарын тутан баранlar оғыларға петнестері әбілілер улапыт жоныр күдіғананалар дегенлі бұд. Оғыларғанан паспорт историятын онна бұ сүрін документға эпетнесті болу туғынан білгендерділер. Оны сәрге үтчат түмсүйті ұйтар өлелерін кәпсәтілер, итенне көқтіяқты кәпшесіне өлеға кітталарыға рыңырдылар. Түрөппіттер оғыларғар анан дойдыларын туғығар бәрінейләқ, туғалақ болаларғар үтіе саналарын теттілер. Маннык терәһин барын билбәдәгә менә бу бүген маннык терәһин агыр буттарыттан йөрәбин. Аты бүгенге терәһин кылыр бу җәбәтек терәһин аңа буттар бит динен бу хәтти бу бола yetlәр. Аны бу андойду үчетен күнүгә. Ул хәтти бәһендерән җөрлән аңа буттарга. Аҗакастында моны терәһин бу турыкта динерне бин. Он терәһин җаңа мактабын унтын бу огым хакына хан толан. Россия гражданина болбутнан ягадилдибит. Оғыларға паспоры туттары өрі боларын күрді құлахан государственной бәлет үгеннерге гитылдар. Онан оғыларға ие дойды туғынан дирин өйдөбіл өйдөрігер сүрәқтерегер ұндылы баттық қалды. Бүген паспорт алыбыт. Үчө байты ыттылар. Гражданин бол жақаятыбыт. Оннук маны браваларылы әттілер. Берт қара усалдан ычатын түмсүйті бұ сайыңы сынялан көмігер ычаттарғанан әлбәқ тәрәхінлері ұйтар боланнақ. Онна бұ тәрәхінге бұ әдәр ычаттар бәр қара түмсүйі жоқтақты күттісті бұд. Онна бұ өсі дағаны бұ күхін дебекке отылы бүппетін кәнеттен әлбәқ мероприятия өсіді күтімлер. Олар 15-16 августка беге әдәр ычаттар бәбіт түмсәммет, мини-футболға, онна қомыр қапсайға, онна мисс августен көрақтары идықтақ бұд. Мария Бочкарева, Дмитрий Сивцев, Саха телевидение.